Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оп-оңай дайындалатын, жасалуы да оңай, құрамы да қарапайым салаттардың бірін жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек болады 40 қабат, сәбіз, қияр, қызанақ, ас көктер және чеснок. Мендегі 40 қабат, балғын 40 қабат, яғни свежий капуста. Свежий капуста міне осылай ұзынша етіп, жіп-жіңішке қылып тураймыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Сәбізбен 40 қабатты жақсылап мыжып аламыз. Өте қатты мыжып керек емес, кішкене мыжсаңыздар жетіп жатыр, өйткені капустаның өзі, 40 қабаттың өзі жұмсақ, балғын болғандықтан. Енді қызанақты тураймыз. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Міне осылай. Енді қалауыңызша турайсыздар. Қаласаңыздар қызанағы мен қиярын көптеу салсаңыздар болады. Енді мен 2 тарелкаға арналғандықтан осылай салдым. Бір қияр, бір қызанақ. Қиярды да ұзынша етіп турап шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бұл салатты капустаның өзімен де, сәбізбен де жасай беруге болады. Тұз, бұрышын, майын қосып. Немесе кішкене ас көк қосып істесеңіздер де болады. Ас көкті тураймыз. Майдалап турап шығамыз. Енді чесногын үккіштің майда көзінен өткіземіз. Немесе майдалап турап жіберсеңіздер де болады. Енді тұзын қосамыз. Тұзын қалауыңызша, мен шамамен 1,5 шай қасықтай бұрыш, қыздырып алған май, жақсылап араластырамыз. Бұл салаттың жасалуы өте оңай, құрамы да қарапайым. Күнделікті қолда бар ингредиенттерден жасай беруге болады. Көктемнің кезінде дәл қазір балғын капустаның бар кезі міне. Осылай жасап қойсаңыздар өте тамаша. Жеңіл қорытылады, оңай салаттардың бірі. Міне қараңыздар, жақыннан көрсетейін. Бұл салатты көп кісілер біледі. Жасалуы оңай. Сонда да видеосын салуды жөн көрдім. Себебі жас қыздар көп қарайды екен. Үйренсін, көрсін, білсін деген оймен. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.